Рецептimiz бұл куриные крылышки. Кәдімгі қазір балалар өте жақсы көріп жейтін KFC қытырлақ тауық қанаттары. Неке тауықтың қанаттарын крылышкиларды осылай бөліп алдық. Қанатының ұшын алып тастадық. Алдын ала осылай дайындап қойдық. Енді бізге маринатына не керек болады? Бізге жұмыртқа керек болады. Егерде ащы болуын қаласаңыз, осындай ащы бұрыш, тұз қосамыз, паприка қосамыз. Біз қазір мына жерде бізде 1 килограмм. Егерде сіз енді өзіңіздің қалауыңызға қарай алатын болсаңыз, соны артығымен қоса бересіз. Жұмыртқамызды қостық. Бұрышымызды осылай турап қостық. Неке паприка. Тауық қанаттары крылышки маринад жасаған кезде өте тұзды жақсы көреді. Сол үшін тұзды 1,5 шай қасық қостым. Қалауыңызға қарай чеснок мен кішкене қостым. Осылай жақсылап араластырамыз. Маринадқа 5-6 сағатқа осылай қалдырамыз. Крылышкамыз осылай батып тұр. Маринадқа осылай қалдырамыз. Біздің крылышкеміз, тауық қанатымыз 6 сағат мариновкада тұрды. Енді осылай крылышкемізді аламыз дағын. Өзінен шыққан суына кляр жасаймыз. Мына жерге ұнымызға паприка салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға паприкамызды араластырып алдық, клярымызды жасадық. Қазір бірінші крылышкемізді осыған батырып, ұнға батырып, қуырып аламыз. Крылышкемізді осылай тұрып алып, майға қуырамыз. Майымыз қатты жанып тұрмау керек. Осылай жай отта қуырамыз. Іші піспей қалмас үшін.